Біз Аллахтан бір нәрсе сұрасақ, көп жағдайда сұрау әдебін білмей жатамыз. Соның себебінен дұғаларымыз қабыл болмай жатады. Ал шын мәнінде дұға етудің өз әдебі бар. Ең бірінші сұрар алдында Аллахты еске алып, оған көп мақтау сөздерін айтқан жөн. Оның есімдерін атай отырып, өзіңнің өте әлсіз екеніңді мойындауың керек. Содан кейін пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам салауаттар айтқан жақсы. Ал содан кейін керегін сұрайсыздар. Сонда Аллах сұрағаныңызды қабыл етеді иншаллах. Оған дәлел Фадаля ибн Убайд, Аллах оған разы болсын, былай деген. Пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, сіздердің біреулеріңіз дұға етіп, Аллахқа сол нәрсені беруді өтінгенде, ол алдымен Аллах тағаланы мадақтап, оны ұлықтаудан бастап көп мақтау сөздерін айтсын. Содан кейін пайғамбарға салауаттар айтсын. Тек содан кейін ғана не қалайтынын сұрасын.